Сәлем баршаларыңызға. Мен бүгін дүкеннің балмұздағынан да өте дәмді шығатын рецептпен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Дүкеннен әлдеқайда арзан балмұздақ 10-15 штук шығады. Жасалуы үшін маған осы заттар қажет болады. Сүт 6%-лық 450 грамм қажет. Және қант 300 грамм. Жүгері крахмалы 20 грамм, сухой молоко 45 грамм, 33%-лық сливки және қалауларыңызша мақ қажет. Баяу отқа кастрюлемді қойып, сүтімді құйып аламын. Оның үстіне қантты және сухой молоконы қосып араластырамын. Қыздар, ең маңыздысы баяу отта тез-тезден араластырып тұрамыз, өйткені білесіздер, күйіп кетуі мүмкін асты. Осы кезде крахмалымды салқын кішкене су құйып, араластырып ертіп алуым керек міндетті түрде. Ерімеген күйде құймаймыз. Жақсылап араластырып, кастрюльдегі сүт енді қайнап бастаған кезде ақырындап араластырып тұрып, крахмалымды құямын. Крахмалды құйған соң сүт қоюлана бастайды. 5 минуттай ақырын қайнатып, оттан шығарамыз. Және бөлме температурасына 5 минут суытып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қалдырамыз. Және тоңазытқыштан шығарылған салқын сливкиді құйып, осыны жақсылап миксерлейміз. Кішкене қоюланған кезде осындай күйде болады. Оның үстіне жаңағы 3-4 сағат холодильникте тұрған қайнатпа кремімізді құямыз. Екеуін жақсылап араластырып, 5 минуттай бірге миксерлейміз. Міне осындай керемет, өте дәмді осындай балмұздақ пайда болды. Біз оны енді балмұздақтың формасына құйып қатыруымыз қажет. Және қалауларыңызша осыдан кішкене бөлек ыдысқа құйып, оған мақ қоссаңыздар да болады. Сол кезде дүкендегідей мақ қосылған смак мороженое пайда болады. Мен осылай әртүрлі қылып жасадым. Сіздер де солай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Осылай таяқшаларын қойып, дәл осы күйде мұздатқышқа бір түнге қалдырамын. Мінекей бір түн өтті, және балмұздақтарым толықтай қатайды. Осыларды шығарып, осы пломбир, смак мороженое түрінде жесеңіздер де болады. Мен біреуін әсемдік үшін шоколадный қылып сыртын әсемдеймін. Мінеге қараңыздар, нағыз балалық кездегі пломбир балмұздағының дәмі естеріңізге түседі. Міндетті түрде жасаңыздар, қыздар. Бір балмұздақты шоколадпен әрлеуім үшін шоколад және сұйық майды қосып, микроволновкаға ертіп аламын. Оған езілген орех қосып, бір мороженемді осылай толықтай әсемдеп шығамын. Шоколадпен де өте дәмді болады. Және сұйық май қосылғандықтан дереу қатып қалатын болады. Және нағыз сникерс балмұздағы болып шығады.
Мінекей балмұздақтарым дайын. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар бірден шығатын болады қыздар. Егер балмұздақтың формасы болмаған жағдайда бір ыдысқа құйып қатырсаңыздар да болады. Осылай қасықпен алып жейсіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, менің пайдалы рецепттерімді алып отырыңыздар достар.